Достар, булочкидің тестасын дайындаймыз. Ол үшін салқын мұздай суға тұзды және қантты ергенше араластырып аламыз. Тұз бен қантты суда ерітіп алдық. Келесі кезекте сұйық майды қосамыз. Сонан соң ерітілген сары майды қосамыз. Немесе қамырды илеп болғаннан соң сары майымызды қоссақ болады. Келесі кезекте ұн мен ашытқыны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, сіздерде комбайн болса, комбайнмен илесеңіздер болады. Сонымен қатар қолмен илеген кезде көп илеудің қажеті жоқ. Мінекей, тестамыз дайын болды. Ол осындай жұмсақ, керемет болып шығуы қажет. Және де оның бетін ауа кірместей етіп жауып қоямыз. Сонымен қатар біздің тестамыз 1-2 сағат міндетті түрде жылы жерде тұруы қажет. Булочкидің тестасы көтеріліп дайын болды. Енді оны өлшеп аламыз. Булочкиларды өлшеп болғаннан соң, оның бетін ауа кірместей етіп жауып, 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте пломбир кремін дайындаймыз. Сары уызға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң ванилин немесе ванильный сахар қосамыз. Енді жүгері крахмалын қосып араластырып, артынша сүтті қосатын боламыз. Кремнің сұйықтығы жартылай дайын болды. Енді оны орташа отқа қойып, қоюланғанша үздіксіз араластырып отырамыз. Мінекей крем қоюланды. Енді оған сары майымызды қосып, бетін пищевой пленкамен жауып қоятын боламыз. Достар, булочкидің тестасы 40 минут көтеріліп дайын болды. Енді оның формасын шығаратын боламыз. Мен видеода көрсетілгендей әдіспен жасадым. Сіздер саусақпен жасасаңыздар болады, бірақ мен көрсеткен әдіспен өте әдемі әрі тиімдірек шығады. Мұнда мен булочкиларды патрушки тәрізді етіп жасадым.
Енді оған дайындап алған кремімізді салатын боламыз. Немесе сүзбелі креммен алмастырсаңыздар да болады. Соңғы этап булочкаларға кремнен қалған ақуызды жағып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Ал достар, булочкалар дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Өмірбек Ақерке.